Кешірім Бостаев Семей полигонының экономикалық жағдайын жақсарту және оның халқын сауықтыру жолында аянбай еңбек етті. Оған бұл оңай болған жоқ. Бірақ ол әрдайым өз отбасының қолдауына ие болды. Оның жұбайы Күлзия әрдайым оның тірегі бола білді. Человек она была начитана. Ол өте білімді, данагөй, көп сөйлемейтін абзал жан еді. Жұбайының тәулігіне 24 сағат бойы қызметі, жауапты ісі оңай емес, өздеріңіз білесіздер. Өзінің жұмысымен қатар, әйел адам балаларды дүниеге келіп, оларды тәрбиелеу қажет. Бүгінде Күлзия саналы түрде өз жұбайының көлеңкесінде жүрген әйелдердің қатарына қосуға болады, және әрдайым оған қолдау көрсете білді. Кешірім Бостаевтың бастамасы бойынша 1988 жылғы 4 қазанда КСРО Министрлер кеңесінің Қазақ СССР Семей облысының экономикалық және әлеуметтік дамуын жақсарту туралы қаулысы 5 жыл мерзіммен қабылданды. Осы қаулыға КСРО Министрлер кеңесінің төрағасы Николай Иванович Рыжков қол қойды. Қаулыда облыстың әлеуметтік және өнеркәсіптік объектілерінің құрылысы және оларды ендіру қарастырылды. Қаржыландыру 5 миллиард рубльді құрады. Экономикалық дағдарыс және КСРОның құлдырауы салдарынан облысқа 960 миллион рубль қаржы бөлінді. Ол уақытта бұл зор қаражат болатын. Былайша айтқанда Кешірім Бостаев әрекет етуші жүйеге қарсы әрекет етті. Ол мемлекет зардап шеккен халықтың мұқтажына бет бұруы қажет санады. Сонымен қатар Кешірім Бостаев ядролық сынақтардың радиациялық салдары бойынша материалдардың құпиясын ашу және осы ақпараттың Қазақстанға ұсынылу туралы мәселені де көтерді. 1989 жылғы 17-19 шілдеде Семейде Семей қаласы мен Семей облысы халқының денсаулығы және экономикалық жағдайы атты алғашқы ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Алғаш рет Семей полигонында жүргізілген 40 жылдық сынақ салдары әлемге жария болды. Бостаев аймақтағы радиологиялық жағдайды және тұрғындардың хал ахуалын бағалау жөніндегі арнайы үкіметтік комиссияның құрылуына себепші болды. 1988 жылы академик Ресей атом өнеркәсібінің кейінгі министрі Виктор Михайлов полигон бітті, сынақты тоқтату керек деп мәлімдеді. Өкінішке орай оның сөзі көңілге алынбады. Мыңдаған адамдар полигонмен шекаралас Қарауыл ауылына келіп, қолдан жасалған қорғанға тастарды лақтырды. Есте сақта ұлым, есте сақта немерем, бұл тажал созалаңдап бізге келген, 40 жыл далам жапа шексе дағы, болмады оған ешкім жауап берген. Күн туды келді дағы батыр жігіт, сейілгендей болды ғой болған күдік, тегеурінмен тапталған үйме тастар, үстінен сел бобақты көзден жастар. Ұлабайдың өлкесі жер кіндігі, бар әлемді сақтай көр бейбіт күнді. 1991 жылғы 29 тамызда егеменді Қазақстанның алғашқы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарғыға қол қойды. Кетіп бара жатырмыз, біздері кетіп, далалық гарнизонды артқа тастап, қалғандарға айтарым талап етіп, солардан үлгі алыңдар алға бастап. Бой түзесін жайқалып тал теректер, ұя салсын оларға әнші құстар, ал сендер қоштасыңдар қазақтармен, сағынумен көруге болып құштар. Бағыт алды батысқа эшалондар, кейбірі солтүстікке кетіп жатыр. Қош бол енді Курчатов біздің шаһар, ұмытылмай мәңгілік ойда жатыр. Я считаю так, что вот мы 2,5 года... Біз 2,5 жыл бойы зор әскери өнеркәсіптік кешенге қарсы күрестік деп ойлаймын. Енді біз оның күшін және әлеуетін біздің аймақты сауықтыру үшін қолдануымыз қажет. Екінші мәселе. Полигон жердің миллион гектар ауданын алып жатыр. Барлығын қайтаруды емес, ең болмаса жартысын ауыл шаруашылық айналымына жіберуіміз қажет деп санаймын. Мұнда көмір, әрлеуге арналған тастар, түрлі түсті металдар сияқты пайдалы қазбалар бар. Біз осы кен орындарын зерттеуді бастадық. Полигонды ғылыми зерттеу орталығына өзгерту бағдарламасы да бар. Осы бағдарлама болашақта Қазақстанда ғылыми технологияларды дамытуға жұмыс істейді. Мен халықты сауықтыру мақсатында барлық әлеуетті жұмылдырып, қолымнан келетін істі жүзеге асырдым. Ең бастысы негіз қаланды. Енді соны аяғына дейін жеткізу қажет. Кешірім Бостаев КСРОның халық депутаты, КСРО жоғарғы кеңесінің қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі. Полигонның ғылыми әлеуетін сақтай отырып,
одақтық мамандарды қазақстандық мамандарға одан әрі ауыстырумен одақтық республикалық ғылыми орталыққа түрлендіруді жоспарлаған еді. Өкінішке орай бұл жоспар орындалмады. Себебі Кеңес одағының кенет ыдырауы себепші болды. Кешірім Бостаев ядролық сынақтардан зардап шеккен халықты әлеуметтік қорғау бойынша әлемдегі алғашқы жүйені құрудың бастамашысы болды. Оның бастамасымен 1992 жылғы 18 желтоқсанда Семей полигонында ядролық сынақтардан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы заң қабылданды. Заң азаматтардың жеңілдіктер мен өтемақылар түрінде олардың денсаулығына келтірілген зиянды өтеу құқықтарын қарастырады. Зейнетке шығу құқығы ерлер үшін 50-55 жас, әйелдер үшін 45-50 жас. Это в ту пору было Ол незаметно. уақытта бұл білінбеді. Бостаев микрофон алдында тұрмады. Полигонды жабу туралы айқай-шу шығарған жоқ. Бірақ ол полигонның одан әрі өмірі туралы сөз қозғалғанда әрдайым сол жерден табыла білді. Сол кезеңде оның рөлі Олжас Сүлейменов секілді тым айқын болмаса да, Семей полигоны жабудағы осы екі адамның қосқан үлестері өте зор болды. Бұл мұстау секілді бір бөлігі бетінде жатқан, шамамен 7-тен 1 бөлігі бар Невада Семей қоғамдық қозғалысымен жүзеге асты. Ал 7-тен 6 бөлігі мұны кеңестік және партия органдары атқарды. Себебі біз Семейге келген кезде Невада Семей қозғалысының белсенділеріне қонақ үйлерден орындар ұйымдастырылды. Бұл 40 адам шамасы. Көп жағдайда жұмыс уақытында болатын. Митингтер өткізуге рұқсатты Бостаев беретін. Егер ол осындай митингтерге рұқсат бермесе, мұндай митингтер мүлде өткізілмес еді. Әрине оған Қазақстан үкіметі қолдау көрсетіп отырды. Закрытие Семипалатинского Сол уақытта ядерного ең ірі полигона. Семей полигонын жабу оңай шаруа емес еді. Митингтер өткізу үшін көп адамдардың қатысуы талап етілді. Біз қозғалыс ретінде өз үндеулерімізбен осыншама көп адам санын жинай алмас едік. Сондықтан бұл Семей кеңестік және партия органдарының жұмысы екендігін жасырудың қажеті жоқ. Олар кәсіпорындарды тартты, басқа аудандардан адамдарды алып келді. Бұл халықтың жаппай қатысу әсерін құрды. Облыстың бірінші тұлғасы, облыс партия комитетінің бірінші хатшысы Кешірім Бостаев болды. Осы тұлғаның қолдауымен аталмыш шаралар өткізілді. Я горжусь, что Мен существовали люди. сөзбен ғана емес, өз ісімен ерлік жасайтын адамдарды мақтан тұтамын. Неге олар бұлай әрекет етеді? Бұл өзі және оның отбасы үшін үлкен қауіп-қатер. Ол Мәскеудегі басшылыққа тікелей хабарласты. Және бұл проблеманы шешудегі ең дұрыс шешім болды. Семей полигоны жапқаннан кейін әлемнің басқа да полигондары жабыла бастады. Бұл адам Қазақстан халқының сауығына зор үлес қосты. Мен адамдар Кешірім Бостаевтың полигонды жабудағы қосқан зор үлесін білуі тиіс деп ойлаймын. Қазіргі уақытта мұны түсіну өте қиын, ал ол уақытта бұл Кеңес одағының ең құпиялы объектісі еді. Осы ретте полигондағы жағдайды мәлімдеу керемет ерлік еді. Бұл Қазақстан басшыларының бірі бола отырып, оның Михаил Горбачевқа полигонды жабу туралы құпиялы жедел хатты жібергендігі ерекше қайсарлық деп мәлімдеуге болады. Бұл жедел хат 20 ғасырдың тарихи құжаты, мүмкін 21 ғасырдың да құжаты болуы мүмкін. Бұл полигонды жабуға шақырған алғашқы құжат болып табылады. Қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 29 тамызда ядролық қаруды таратпау күні ретінде жариялауға шақырды. Біздің тынышсыз заманда Иран және Солтүстік Корея сияқты ядролық қарудың пайда болуы туралы сөз қозғалған кезде, біз Кешірім Бостаев қалдырған мұраны ұмытпауымыз қажет. Бұл бейбіт өмірге қосқан зор үлес. Он действительно был... Ол шынында өте зерделі жан еді. Әрдайым өзгенің пікірін тыңдай біліп, сөйлесу барысында дұрыс үнмен жауап беретін. Мен үшін ол керемет сезіммен есте қалды. Ол полигонға келген кезде мені таң қалдырды. Ол маған, мен саған сыйлық әкелдім, 50 килограмм бал, деді. Сонда мен оған, оның бәрін қайда жіберем деп едім, ол үйіңізге, отбасыңызға апарыңыз деп жауап берді. 1996 жылы Кешірім Бостаев ядролық сынақтардың салдарына алаңдаған Қазақстанның қоғамдық және мемлекеттік қайраткерлерімен полигон 29 тамыз қоғамдық қорын құрды. Аталмыш қор ядролық сынақтардан зардап шеккен халықты оңалтумен айналысады. Қордың бастамасымен 1997 жылғы 17 наурызда 1949-1990 жылдары ядролық сынақтардан зардап шеккен халықты медициналық оңалту бағдарламасы туралы
Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы қабылданды. Қор 1997 жылғы 9 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы мен Семей аймағына арнайы экономикалық көмекті қоса алғанда Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық көмек беру саласында үйлесімділікті нығайту бойынша 52 резолюцияның қабылдануына бастамашы болды. Қазақстан үкіметі ведомство аралық комиссия құрды және оған Біріккен ұлттар ұйымының резолюциялары бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеуді тапсырды. Оның құрамына полигон 29 тамыз қоры да кірді. Қазіргі уақытта осы қорды оның ұлы Нұрлан басқарады және оның ісін жалғастырып келеді. Оның өмірлік жолы отан алдындағы қосқан зор үлесі үкіметтік марапаттармен марапатталды. 2002 жылы қор Біріккен ұлттар ұйымының экономикалық және әлеуметтік кеңесіне қарасты реестрлік және консультативтік мәртебесіне ие болды. Қор үкіметтік ұйым ретінде жоғары халықаралық мәртебеге ие болды. Семей полигонында 40 жыл бойы сынақтар жүргізілді. 40 жыл бойы осы сынақтар мыңдаған адамдардың өмірін алып кетті. Кешірім Бостаев өмір арзан немесе қымбат болуы мүмкін емес деп айтқандай, адам өмірі өркениет үшін құнсыз және біз жастар осы проблемаға бей-жай қарамауымыз керек. Ұмытпаңдар әлемнің адамдары, бұл оқиға Марста болған жоқ қой. Көкті жауып атымдық саңырау құлақ, жер бетінде егісті қалды сулап. Жаралысы бомбаның жерді улап, қазақ орыс татарлар қалды шулап. Бойларын қорқыныш биледі, бірақ бұған жауап берер күн келді. Бас көтерді ұранмен бүкіл халық, жарылысқа еш жол жоқ, болдық ғарып. Бізге керек бейбіт күн, осылайша түрілді қараңғы түн. Жабылды өлім сепкен бұл полигон, қазағымның басына енді бақыт қон. Ерлікпенен өрлікпен алыстадық ызғарды, бірақ біздің санамызда айықпастай сыз қалды.